Видео басталмас бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Әлемнің өте үлкен екеніне күмән келтірмейміз. Галактикалар, жұлдыздар, оның ішінде планеталар. Солардың ішінде біздің мекен-жайымыз Қос жолы галактикасы күн жұлдызды жүйесі. Жүйемізде 4 алып планета, 4 кіші планета және 3 Калий класына жататын планеталар бар. Бүгінгі видеомызда Марс планетасы туралы керемет фактілермен танысатын боласыздар. Марс күнге 4-ші планета, демек жерден кейін тұр. Ол өзінің ерекше жер бедерімен белгілі. Жер қыртысы қызыл түске боялған болып көрінеді. Мұның себебі ондағы темірдің көптігіне байланысты. Темір оттекпен химиялық реакцияға түсіп тоттанады, ал тоттанған темір өздеріңіз белгілетіндей қызыл болып көрінеді. Сондықтан да Марс дәл осылай қызыл болып көрінеді. Тағы да айта кетерлігі, планетаға Марс атауының қойылу себебі де дәл осы қызыл түсіне байланысты. Марс негізінен грек мифологиясындағы соғыс құдайы, және оның символы қан тектес қызыл түс. Осы себептен планета Марс атауының иесі болды. Марс күн жүйесіндегі қарт планеталар қатарына жатады. Оның жасы 5,5-6,5 миллиард жыл, ал Жер планетасынікі 4,5-5,5 миллиард жыл. Дәл осындай ұзақ уақытта ғалымдар Марста тіршілік болған деп болжайды. Оның себебі жер қыртысының астынан зерттелген сұйық су, және де онда жердікі сияқты 2 полюс бар. Әр полюсінде қатты күйдегі мұз кездеседі. Осының өзі Марс жерден кейінгі тіршілікке қолайлы жер екенін дәлелдей түседі. Болашақта Марс планетасы толық зерттелген соң, онда адамдарды шоғырландыру көзделуде. Марс планетасында күн жүйесіндегі ең үлкен тау Олимпус орналасқан. Оның биіктігі 27 километр. Яғни біздегі ең алып шың Эвересттен 3 есе биік. Олимпус бұрынырақта жанартау болған. Түрлі себептермен бұл жанартау сөніп қалған. Күн жүйесіндегі ең үлкен каньон да осында орналасқан. Valles Marineris ұзындығы 4000 километр, тереңдігі 7000 километрлік каньон. Дәл осында Марстың ең үлкен мұхиты болған деп болжанған. Сонымен видеомыз аяғына жетті. Келесі видео не туралы көргіңіз келеді, пікір қалдырып кетіңіз. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз.